Ассалаумағалейкум YouTube көрермендері, сендермен Батыс Қазақстан. Бүгін 29 наурыз, оразаның соңғы күні. Ораза ұстағандардың бәрінің қабыл болсын. Оразадан оразаға дейін аман болайық. Еліміз тыныш болсын. Мен сол малды шығарып, кешкі 5 болып жатыр. Кеше баспақтарды шығардым. Кеше бүгін шығарып жатырмын. Кеше қашып не істеймін деп едім. Онымен патпа жайлап осылай сиырлардың қасында ешқайда кетпейді. Керемет жайылып жатыр, керемет. Міне жаңа су қайдап апарып келдім. Сол үйге ауылға қарай. Ауыл міне ауылдың шетінде жүрмін тек. Керемет жайылып жатыр. Көк ондай әлі көтерілген жоқ. Күндіз жылы болғанмен түн әлі салқын болып тұр. Аяздау болып тұр. Судың беті де қатып тұр. Соған қарағанда аяз бар. Бұлай енді күндіз жылы, күннің көзі керемет. Мал керемет жайлады. Тоймайды енді, тоймайтын әлі ерте ғой. Ондай көк жоқ, тоймайды, бірақ жүріп келген өзі, мынаның жүріп келген өзі тамаша ғой. Малға да өзім де жүріп келем малмен. Бір айтатын бір жаңалық, кеше бір сиыр алдым көршіден. Міне тап осы мына сиырға ұқсайтын сиыр алдым. Туайын деп тұрған сиыр. Енді көрші болғасын жақсы сиыр деп мақтады. Сөзіне сеніп алдым. Енді ар жағын ертең туғасын, сауғасын көреміз енді. Содан тағы бір жаңалық. Шустрийді көрермендер білетін болар енді. Шустрий деген бұқа аткорымда тұрған. Соны кеше сойып тапсырдым. Саттым. Тойып саттым. 3000 килосын 3000 теңгеден саттым. Салмағы 150 килограмм, ровно 150 килограмм шықты. Еті өте керемет болды. Енді қанша шыққанын өздерін есептейсіз ғой енді. 3000 теңгеден жақсы баға. Сондай жаңалықтар. Сосын осының ішінде мына қашар. Былтыр сатып алған екі қашардың біреуі жүр. Екіншісі біреуі деген сол. Бір қашарды кеше ғана бір кісімен сөйлесіп, келісіп, ұрғашы Байталға ауыстырайын деп жатыр. Өздері осы бір-екі күнде өздері әкеліп тастайды Байталды. Қашарды алып кетеді. Өзім баяғыдан сол жылқы алам деп жүрмін. Сол енді Құдай қаласа орындалады деп ойлаймын. Жаңалық сол. Мал жайылыста. Бақташы енді білмеймін әлі қай бақта шығатын. Бірақ шығады деп ойлаймын.
керемет жайылып жатыр мал деген. Ал енді осымен видеомызды аяқтайын. Бәріңізге де денсаулық, аспанымыз ашық, еліміз тыныш болсын.